Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе апай? Қалдерің қалай? Жақсы. Ендеше біз өзімізді таныстырып өтейік. Мен Зумрет Айым Думанқызы. Ал мен Асхат Амир Миланқызы. Және мен тәрбиеші Нұрашева Гүлмира Жоламанқызы. Апай, бүгін бізде қандай тәжірибе жасаймыз? Көруге асығып тұрмыз. Жарайсыңдар балалар. Біздер бүгін өте қызықты тәжірибелер жасаймыз зерттеу орталығында. Ең алдымен балалар, зерттеу орталығының қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алайық. Біздер бұны білеміз ғой, солай ма? Білеміз. Ал ендеше есімізге түсіріп алайық. Не істеуге болмайды деді? Шеткі заттарды ауызға салуға, жалған қолмен ұстауға, дамытуға болмайды. Ой, жарайсыңдар балалар. Енді біздердің бүгінгі жасайтын жұмысымыз балалар, банкыдағы бұлтты жаңбыр деп аталады. Екіншісі түсті жаңбыр деп аталады, және үшінші біздер әдемі гүлдерді жасайтын боламыз. Балалар, қараңызшы, біздер банкідегі бұлтты жаңбыр жасау үшін бізге не қажет екен? Су, қырмау көбігі, бояу. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе апай? Қалдерің қалай? Жақсы. Ендеше біз өзімізді таныстырып өтейік. Мен Зумрет Айым Думанқызы. Ал мен Асхат Амир Миланқызы. Және мен тәрбиеші Нұрашева Гүлмира Жоламанқызы. Апай, Су, қырыну көбігі және бояу керек болады екен. Ендеше жұмысымызды бастайық. Бұл қырыну көбігі балалар. Біздің бұлтымыз болады. Суымызды құйып аламыз. Содан соң бетін бұлт жасаймыз, е? Бүгін бақат алыңыз. Бұлт жасаймыз, е? Бүгін бақат алыңыз. Енді осының үстіне балалар, жаймен ғана судан келе қойды. Келе алып, тамызамыз, е? Кезең алып, тамызамыз. Bak ecrendir mi? Yok. Ben de kurayım valla. Çiğnemeyi. Hadi kimsin o balar? Boyuna silip, kuyrukun boyuna silip boyamız. Kamşı bu. Tamam balar. Kutuna balar. Bu bizim balar жаңбырымыз. Бұлттан өтіп жаңбыр болып шықты. Біздің бірінші тәжірибеміз шықты ма балалар? Жарайсыңдар балалар. Енді біздің екінші тәжірибеміз балалар, бұл түсті жаңбыр. Ал ол үшін не керек екен бізге? Сұйық май, су, бояу. Бояу қажет екен. Ең бірінші балалар біздер су аламыз, судың үстіне сұйық майды құямыз. Бояныр. Жарайды. Суды құйдық балалар, е? Енді осының үстіне жаймен көк су құюдан тамызатын боламыз балалар. Сол кезде майымыз бен суымыз бір-бірімен әрекеттесіп, майдың үстіне тамған бояу майдан өтіп, ары қарай суға тамшы болып тамады екен балалар. Тамызыңдар. Жарайсыңдар. Шықты ма балалар? Тамаша. Мен де бір жасап көрейін сендермен бірге. Жарайсыңдар балалар. Бұл біздің екінші тәжірибеміз. Енді балалар, біздің үшінші тәжірибеміз әдемі гүл деп аталады, е? Ол үшін бізге не керек балалар? Су керек екен, сосын бояу, мақтау таяқша, қағаз, жұмсақ қағаз, бояу және қайшы, сосын резина керек екен. Ең алдымен балалар, біз қағазымызды аламыз. Мен несін дайындап қойдым. Осы қағазды алып, қайшымен қиямыз. Бүктейміз, содан соң қайшымен мен мынаны етіп бөліп қойдым, е? Енді осыны аламыз да, мақталы таяқшамен ораймыз. Мақталы таяқшаға ораймыз. Мен орап берейін сендерге. Содан соң сендер оны күлтешелерін алатын боласыңдар. Бояйтын боламыз, күлтешелерін бояйтын боламыз. Енді осының беліне өзімен байлап берейін. Енді жаймен аша қойып беремін. Аша. Жарайсыңдар. Енді әңгіме бере ғой. Түбінен бояймыз балалар, е? Бұл қағаз балалар жұмсақ, суда тез ериді, сондықтан да жаңағы бойына суды тез сіңіреді. Сол кезде бояған бояуымыз гүлдердің күлтешелеріне жайылады екен, әдемі болып шығады. Жағымыз сол бойынша бояу. Енді айма беруге, айма беруге жүйін сендерге.
Енді осыны алып қайда саламыз? Анда жүрген ғой. Жайлайсыңдар. Енді жайлап алып, қалған гүлдеріміз біздің балалар дайын тұр, иә? Біреуін ғана жасап көрсеттік. Осылай етіп, енді қайда саламыз бұны? Суға. Ал суға жайлап салайық. Қалып кетпесін балалар, қала қоймай. Салам. Тез алып. Ал суда ашылатын көреміз саламыз. Ал көзіміз ашылады ма? Қарайықшы. Ашылды ма балалар? Ашылды. Не көреміз? Ашылып жатыр. Қандай түсті гүлдер балалар? Көк, қызыл, сары. Сары, жасыл, түсті гүлдер, иә? Бұлардың барлығы қандай табиғатқа жатады еді? Өлемен түрінде. Біз гүлдер қандай табиғатқа жатады? Түрі. Табиғатқа, сосын От, өлемен. су, олар бөлек табиғатқа жатады екен балалар. Ал бүгінгі зерттеу бала сіздерге ұнады ма? Ұнады. Қызықты болды ма? Қызықты болды. Ендеше балалар, біздің осымен зерттеу орталығындағы жұмысымыз аяқталды. Рахмет сендерге балалар. Сау болыңдар. Сау бол, апай.